Кішкентай робот туралы ерте заманда бір кішкентай робот өмір сүріпті. Басқа роботтар сияқты оны да зауытта жасап шығарған еді. Ол балалар мен үлкендерді алдандырды, үй шаруасына көмекші болып, бір үйде өмір сүріп жатты. Кішкентай робот электрондық миына салынған қатаң бағдарлама бойынша әрекет етуге тиіс еді. Әке-шешесі жұмысқа, балалар мектеп пен балабақшаға баратын таңғы 8-де кішкентай робот музыканы қосып тұратын уақыт келді. Таң атты, көп ұйықтауға болмайды дейтін. Ал кешке барлығы үйге қайтып келгенде әңгімелер айтып күлдіретін. Жатар алдында балаларға ертегі айтып ұйықтататын. Осының бәрі күн сайын қайталанатын. Кейде мейрам кезінде бүкіл отбасы үйде болады. Кішкентай робот олармен бірге кәдімгі адам сияқты күліп, қуанғысы келеді. Бірақ ол тек жансыз темір еді. Кішкентай робот өзінің ешқашан адам бола алмайтынын білді. Оның темір мен пластмассадан жасалған денесі адамға ұқсайтын. Ең басты нәрсе жүрегі жоқ еді. Сондықтан ерте ме, кеш пе тетіктері сыр берері сөзсіз. Тапсырманы орындамаса, оны жөндеу шеберханасына, тіпті қоқысқа апарып тастайтынын кішкентай робот түсінеді. Енді ол бұрынғыдай өмір сүре алмады. Бірте-бірте ол үлкен үйде жиі жалғыз қалып, ешкімге керек емес екенін сезінді. Тіпті ең жақын деген достары да әзіліне мән бермейтін болды. Кішкентай робот бір таңғажайып нәрсе жасағысы келді. Бір күні таңертең үйдегілер кетіп қалғанда, кішкентай робот далаға шығып, балалар ойнайтын аулаға келді. Айнала тапталған, шашылған қоқыс. Кішкентай робот ойланбастан іске кірісті. Бүкіл қоқысты жинап, орындықтарды тазалады. Аналар мен әжелер балаларын қарап отыруға ыңғайлы болу үшін көлеңкелі иік орын жасап, жарты сағаттың ішінде аулада гүлдер отырғызды. Кенет, "Ей, бала, атың кім?" деген біреудің нәзік даусын естіді. Кішкентай робот бұрылып қарағанда, әдемі, ұзын шашты, 10-11 жастағы қызды көрді. Кішкентай робот сүйсініп қарады. Қыз да күлімдеп қарап тұр. "Мен кішкентай роботпын" деді ол. "Сен қайдағы роботсың?" деп қыз күлді. "Сен кәдімгі баласың ғой. Қарашы түріңе, шалбарыңды жыртып алыпсың, мұрның кір." Кішкентай робот төмен қарап тұрып қалды. Темір аяқтарының орнына көк шалбар киген кәдімгі адамның аяғын көрді. Екі ілгіш тәрізді қолдарының орнына әдемі саусақты адам қолдарын көрді. Робот жердегі шалшық суға қарады. Судан оған мұрны кір-кір белгісіз бала қарап тұрды. "Мен сені Миша деп атаймын, келісесің бе?" деп сұрады қыз. "Қандай керемет. Сен Миша, ал мен Маша, жараспақ тұр." Ол басын изеді. Маша оның қолынан ұстады. Олар қаланың бұрын көрмеген жерлерін аралауға жүгіре жөнелді.